Қойшыбек мүбәрак натюрморт. Екінші бөлім. Осы кезде жанында құрбысы. Айша, ол әлі 12-ші стовканы алған жоқ. Келісіп едік қой. Сол 12-ші стовкадан аман өтсе ғана саған беремін. Деп сықылықтап күлді. Мені сыртымнан емденіп алған сіз кімсіз? Даусымда зіл болмаса да барынша салмақты үн қатып, арт жақтағы үстелге бұрылдым. Манадан байқамаған екенмін. Екі беті алаулай қызалып, миығында шұңқырына әйел затының бар сұлулығын жинаған, кеудесі төмен қызыл көйлегінің жағасымен тоқ омырауы тепсініп, жартылай көрініп отырған әдемі әйел сұлулығымен көзімді қарлықтырып жібергендей болды. Мен көзімді жұмып, қайта аштым. Сүйрік саусақтарымен қылмойын бокалды шырайландыра ойнатып отырған әйел. Абайлаңыз, бейтаныс жігіт. Жұмған көзіңізді ашпағаныңыз дұрыс. Ғашық болып қаласыз. Деді әппақ маржандай тістерін жарқырата сақылдай күліп. Құрыдым. Ерке, сенің бетіңе паренжі жауып қоюым керек еді. Енді маған жоқ. Деп, жаңағы менің жаныма келіп отырған ақ көйлекті келіншек орнына кетті. Мен барменге қарап, бұлар кім? Дедім сыбырлап. Сіздің жаныңызға келгені музыкант, ал анау отырған әдемісі суретші. Бірақ байқаңыз, ол кісі ауырады. Кәдімгідей көтеріліп ауырады. Әр жылы көктемде. Деді естілер-естілмес үнмен. Ту сыртымнан екеуінің қадалып қарап отырғанын сезгендей болдым. Екеуінің көздері өңменімнен өтіп кетердей. Мен артыма бұрылдым. Иә, екеуі де бедірейіп безеріп қалғандай. Қызыл көйлекті келіншектің жалын ойнаған жанарымен түйісе қалып, көзімді еріксіз қайта жұмдым. Барменнің көтеріліп ауырады деген сөзі құлағымның түбінен үзілмей естіліп тұрғандай. Мүмкін емес, өтірік, сапсау отыр ғой, дедім ішімнен күбірлеп. Айттым ғой, маған қарамаңыз, ғашық болып қаласыз. Ол орнынан тұрып жаныма келіп, әппақ білегін иығыма салып. Енді танысуға болар, деді сықылықтай күліп. Мен асқармын, дедім мен тұтығып барып. Ал сіз кімсіз? Мен еркемін. Ал құрбым, менің сұлу құрбыммен танысқыңыз келмей ме? Күлегеш келіншек тағы сықылықтай күлді. Жоқ, керек емес. Мен есімнен тана жаздап отырмын. Еркенің иығымдағы қолы енді мойныма орала бастады. Денем өрт болып, жанып бара жатқандай балқып барамын. Не ішесіз? Деді мен басқа сөз таппай. Виски, мұзбен, сізге серік болайын. Деді ол да қымсынбай ақ. Виски құя берейін бе дегендей, бармен маған қарады. Иә, құйыңыз. Жақсысынан. Мұзымен. Дедім мен. Неге жалғыз? Деген еркеге бұл қалаға бүгін ғана түстім. Ешқандай танысым жоқ. Деп шынымды айттым. Неге танысың жоқ? Енді бар, мен бармын. Деді ерке тағы сықылықтай күліп. Рахмет, дедім мен ризашылығымды білдіріп. Енді дұрыстап танысайық. Атым Асқар, Алатау қаласынамын. Осында жұмыс барысымен келдім. Ерке, атым да өзім де еркемін. Осы жайықтың тумасымын. Өмірім жайықтың суретін салумен өтіп жатыр. Жайықтан басқа сурет сала алмайсыз ба? Енді саламын. Сіздің суретіңізді саламын. Деді ерке шаңқылдай күліп. Мен ұялып қалдым. Керек емес. Неге? Өзімді натюрморт ретінде елестете алмаймын. Дедім күлген болып. Жоқ, сізден керемет картина жасаймын. Деді ерке екілене. Керек емес, дедім мен де қайталап. Жоқ, келісім бересіз. Сізді бүгін түнде-ақ салатын боламын. Деді ерке де қоймай. Жоқ. Деп қанша қалақтағанымен мойныма асыла кетіп, ернімді соза, таңдайына тартып, тамсана сүйген ерке енді көзіме тіке қарап. Асқар, бүгін мен сіздің картинаңызды салатын боламын. Босқа қарсыласпаңыз. Мақұл деңіз. Деп қайтадан жанымды балқытып, емірене сүйді. Мен белгісіз бас изедім. Жалғасы бар.